Бүгін 2026 жылдың 13 мамыр күні 2 ай өтті гипс шешкеніне. Енді аяғымды көтере аламын ба? Көтере алмайтын. Көтердім. Кішкене ғана ауырады. Қатты ауырмайды, басында ауырғандай. Міне былай бүгіледі. Неше градус екен білмейсің. Бүгіледі. Мына жер кішкене қатып тұр, ауырып жібермейді. Мына жер жұмсарған сияқты. Ісігі қайтты. Тізем үнемі гипс шешкелі қолмен ұстағанда ысып тұратын. Қазір ысымай, мына жер жылы. Баған тәнтен суып тұрған. Ал мына жерді әлі сезбеймін. Мына жер қатты тартып тұр. Ота жасалған жер темір бар. Мына түк жөндеді. Міне. Көрінбейді кішкене міне. Бірен-саран көрінеді. Міне. Жүн пайда болды. Мен жалпы өзім денемде жүн жоқ. Жаратылысым жүнсіз жаратылған. Мынаны мен 32 жыл бұрын арбан дөңгелегіне сырып алған. Дөңгелекте тұрғам, соны ат жүріп кеткен соң дөңгелек сырып кетті 32 жыл бұрын. Мен алмында байқасаңдар түк пайда болды. Түк енді міне балтырымдағы түк. Міне көрініп тұр енді. Міне мына балтырымда түк бар. Көрініп тұр міне. Түк, міне алдында бірен-саран түк бар. Енді аяғым жазылып жүріп кетсе түсет шығар. Чатқа басып қарасам, бұлшық етіміз тіріліп келе жатқан соң түк шыққан шығар деп тұр. Дәрігер шақырғанда дәрігерге айтам. Енді жеңілденіп келе жатыр аяғым. Кешеден бері белсебетке отырғым кетті ме? Белсебетім кішкентай болғанда жүре беретін дүкенге барып. Көтеріп тұрмын аяғымды міне. Онша қатты ауырған жоқ. Бір ай бұрын қалай ауырып еді, көтере алмай. Қазір. Сол отырғанда бүгіледі аяғым 70-80 градус, 70 қойдым. 70 градусқа дейін. Бірақ таңертең оянып тұрсам, тұра алмай қалам, аяғым талып жүре алмай қалам, соны бірден жүріп кетем. Міне, бүгін 2 айлық есебім. Енді бір айдан кейін оңалады деді, жазылып, оңалып 90 градусқа бүгілу керек. Белсебетке отыратындай халге жететін шығармын. Сол осыған есеп беру мақсатында шықтым.